Әдемі болып кетіпсің, арманға үшін бе? Енді өзгергің келді. Бірақ ол үшін емес. Шынында әдемі бе? Сен бұларсыз ақ өте әдемісің. Тышқан қаншайым болуға тырысса да, тышқан болып қала береді айым. Дұрыс айтасың, өте дұрыс. Өзіңді өте жақсы сипаттадың, Томирис. Сен қандай отпен ойнап жатқанды білмейсің, Назгүл. Отпен ойнауды бастаған мен емес, мына сенсің. Қап сенме! Бір-бірлеріне қол көтеруге қалаған әдеттерің барады. Бұл жеңесіндегі күш сынасу алаңы еді. Бұл жер білім ордасы. Бұл жерде білім алады, төбелеспейді. Білім алуға келіңдер мен білім алып кетіңдер. Барлығыңа түсінікті болса, сабағымызды бастайық. Айым, сен өте сұлу болып кетіпсің. Сені бұндай әдемі болып кетеді деп ойламаған едім. Назгүл, ол маған әдемісің деді. Бұл сенің қолынан келді, жарайсың. Айым, сен Назгүлдің үйіне кіріп, оның ұрлап кеткендігі туралы айғақ табуың керек. Мен оның үйіне қалай кіргенімді қалайсыз? Ал оның үйіне кіру үшін сен Назгүлге бұлай дейсің. Менің үйім тыныш емес. Сабаққа дайындалуым керек, деп айтасың. Жақсы. Құрбыма көмектесу үшін бәрін жасайын. Қолың неге көгеріп тұр? Бұл кеше есікке ұрып алған едім. Ол ұйқаудан қорқады. Есік көгерген, айтқаның бәрін істей береді. Ол кімнен қорқады?